Автоворонка деген не? Қазіргі таңда сату қиындап кетті. Жарнама деген толып жатыр. Яғни телевизорда, әлеуметтік желіде, газеттерде қайда ашсам барлығы не баннер ашылады, не ролик ашылады. Барлық адамдар осы жарнамадан шаршап кеткен, реакциясы төмендейді, яғни әсер етпейді енді жарнама. Сондықтан сату деген қиындап кетті. Сату бұл сондай қиын процеске айналды. Сондықтан қазір тек қана сенім артатын, таныған, білетін ғана фирма немесе адамдардан ғана сатып алады. Сондықтан автоворонка деген сол сенімді артатын және сонымен бірге бұл сатып алу процесін автоматизацияланатын процесс, жоспарланған процесс, барлығы жүйелі түрде және сізді табысқа жетелейтін процесс деп айтуға болады. Автоворонка қалай жүзеге асады? Осындай міне схема бойынша жүзеге асады. Бірінші, яғни автоворонка дегеніміз осындай сайтқа келіп, содан кейін сіздің VIP клиентіңіз болғанға дейінгі процесс. Оны саты-сатымен ол өтеді. Яғни бірінші ол бір посетитель, яғни сайтқа келуші болады. Содан кейін ол лид болады. Содан кейін ол жылытылған лид болады. Содан кейін ол сіздің сатып алушылар тізбегінде болады. Яғни сізден сатып алады. Содан кейін сіздің VIP клиентіңіз болады. Бұл барлығы автоворонканың процесі. Автоворонка элементтері. Бірінші элемент бұл лид магнит. Ол тегін және тез алатын продукт. Ол мысалы чек-лист, кез, тегін сабақтар, тегін видео, тегін бір тауарыңыз қымбат емес, немесе тегін қосымша қолдану, сондай бір тегін дүние, яғни қызығатын және сондай үлкен емес болса да, бірақ керекті дүние. Tripwire екінші элемент. Бұл қымбат емес, бірақ ақшаға сатып алатын продукт. Яғни тауар немесе қызмет түрі. Оның бағасы қолжетімді, яғни оны сатып алам десе де, оның ешқандай қиындығы болмайды. Бұл мысалы осындай ақшаны жұмсасам, ешқандай қиындық болмайды дегендей ой болу керек. Сондықтан қымбат емес және дедлайн болу керек, яғни уақыты. Мысалы осы уақытқа дейін осындай бағаға сіз мына тауарды сатып аласыз. Және үшінші элемент бұл негізгі продукт. Яғни бұл үшін біз лид магнитімізді жасадық. Яғни барлық қадамдарымызды бұл негізгі продукт үшін жасап жатырмыз. Лид магнитімізді де осы негізгі продуктты сату үшін жасадық. Яғни ол сіздің негізгі тауарыңыз. Сондықтан оны да скидкамен сату керексіз. Тауар немесе қызмет түрін және дедлайнмен. Міндетті түрде дедлайн осы уақытқа дейін осындай скидка беріледі. Содан кейін төртінші элемент ол максимизатор. Яғни қосымша продуктілер. Ол қымбат емес, бірақ негізгі продукттың жанына алынатын тауарлар немесе қызмет түрлері. Яғни осылай қарасақ, бірінші лид магнит кетеді. Лид магниттен кейін біз Tripwire беру керекпіз. Tripwire бергеннен соң біздің потенциал клиент негізгі продуктты сатып алу керек, қол жетімді бағамен. Содан кейін негізгі продукт алған соң оған қосымша тауарлар керек болады. Мысалы көйлек болса, оның жанына туфли дегендей. Мысалы бір кухонный гарнитур болса, оның жанына бір кухонный стол дегендей. Яғни максимизатор жанына керек болатын. Оның да енді негізгі продукттен қымбат болмау керек. Солай сізге енді клиент осы жолды өткесін, сізге сенімділігі артады және басқа да тауарларыңызды сатып алып отырады. Яғни максимизатор арқылы көбейтуге болады.
дополнительный, яғни қосымшалар арқылы, дополнительный бір тауарлар арқылы және немесе Tripwire арқылы қайтадан осындай яғни осындай сценариймен жүргізуге болады. Автоворонка мысалы сайт-лендинг бар. Ол сайт-лендингта біз лид-магнит түрінде берілген видео жасау бойынша тегін мастер-классымызды қойдық. Ол тегін мастер-классты алу үшін адам емейлін, атын жібереді де, оған емейлына, яғни почтасына осы тегін видео келеді. Осы тегін видео келгесін оған тегін видео қарап болған соң, мысалы Tripwire түрінде берілген мини-курс курсқа 50%, мысалы 30% немесе басқа да сонда бір скидкалар беріледі және дедлайн уақыты беріледі. Содан кейін осы мысалы бір күн немесе 2 күн арасында осы Tripwire түрінде берілген мини-курсы сатып алса, ол скидкасын алады да оны оқып шығады. Ол курс мысалы ұнайды оған. Ол курс ұнағасын, оған тағы да емейл рассылка келеді. Емейл рассылка ма, басқа WhatsApp-қа ма, сондай әлеуметтік желіде. Содан кейін оған осы негізгі продуктке тағы да бір, яғни кәдімгідей толық курсына, бір айлық кондитер курсына бір тағы да скидка беріледі және тағы да дедлайн беріледі. Енді ол осы курста Tripwire'ды оқыды, мини-курста, оған курс ұнады, ол оған сенетін болды, сондықтан осы негізгі продуктты, яғни бір айлық курсты сатып алды. Енді оған максимизатор беріледі. Максимизатор ретінде мұнда мысалы кондитерге арналған керек-жарақ, яғни кондитерге жұмыс үшін арналған керек-жарақтар бір наборы. Соны беріледі мысалы. Ол немесе мини-курстар беріледі тағды. Жеке-жеке крем курсы дегендей әртүрлі курстар. Яғни бірінші ол лид-магнит тегін мастер-класты көрді, содан кейін Tripwire'ды жеңілдікпен, жеңіл бағамен сатып алды да, негізгі продукты сатып алды. Содан кейін максимизатор арқылы осындай әртүрлі қызмет түрін немесе тауарды сатып алып отырады енді. Және барлығы осы жұмыс лид-магниттен басталды, осы негізгі продуктымызды сату үшін. Автоворонканың қандай артықшылығы бар? Барлық процестер көзіңіздің алдында болады, яғни сіз білесіз қалай не болады, барлығы жоспарланған және автоматты түрде жүзеге асады. Ол не чаттар немесе емейл рассылка арқылы өтеді, немесе сайттар арқылы. Клиенттердің сенімі көбейеді, яғни бұл автоворонканың сондай жүйесі сізге деген сенімділікті көбейтеді. Айлық төлеу азаяды, яғни сізге бір сотрудниктар болу қажет емес, оған сіз ақша төлемейсіз, сондықтан ақшаңызды үнемдейсіз. Клиенттерге жеңілдік, яғни клиенттер тез шешім қабылдайды, тезірек сіздің клиентіңіз болады, оларға да жеңіл болады. Оларға да бұл сіздің ұсыныстарыңыз, осындай автоворонка, сондай білмесе де бұл автоворонка дегеннен, бірақ ол процесте оларға ұнайды бұл процесс. Тезірек шешім қабылдап сіздің клиентіңіз болады. Конкуренттерден ерекшелік, яғни конкуренттерден сіз ерекшеленесіз, сіз ешкімге ұқсамайсыз, сондықтан сізге клиенттер тартылады, көбейеді. Уақыт көп кетпейді. Бұл автоворонканы құрып қойсаңыз, жүйе сценарийіңіз дайын болса, автоматизация барлығын құрылып қойса, сіз уақыт ешқандай кетпейді, тек қана клиенттеріңіз келе береді, автоматизация түрінде осы айналып, қайтадан процестер келе береді, жүре береді. Және соңғы артықшылығы бұл табыс көбейеді, яғни сіздің уақытыңыз кетпейді, сондықтан да табысыңыз да көбейеді, яғни сіз оны отырып, соны жауап беріп, оны соны жылытып, яғни
оның лояльностін көбейтуге уақыт кетпейді көп. Мысалы 1 жыл кетсе, жай сондай стандартный сату бойынша мұнда сіздің клиентіңіз, сіздің посетителіңіз клиентке тез айналады, және табыстарыңыз көбейіп, процесстер тез жүргесін айналып жүре береді. Сондықтан табыстарыңызда 2 есе көбейеді иншаллах.